Ертеде Сүлеймен пайғамбар Саба елінің патшайымы Былқысқа ізгі ниетін білдіріп, арнайы елшілер жіберіпті. Уа мәркебелі патшайым, Сүлеймен патша сізге бейбітшілік пен ізгілікке толы сәлемін жолдады. Былқыс патшайым елшілердің сөзін мұқият тыңдады. Содан кейін алтын сандықшаны ашып, ішінен жалындап тұрған қызыл жақұт тастарды алды. Егер Сүлейменнің пайғамбар екені рас болса, мына жақұттарды қол тигізбей тессін. Перінің де, диюдің да саусағын тигізбей, әр тастан жіп өткізсін. Соны орындап алдыма келсе, жаратушыға иман келтіріп, оның адал жары болуға келсемін. Елшілер патшайымның жұмбағын алып, Сүлейменнің еліне қарай жолға шықты. Олар кең дала мен алтын түсті шөлді басып өтіп, ақыры Сүлейменнің сарайына жетті. Уа тақсыр, Былқыс патшайымның шарты осы. Жақыттарды қол тигізбей кесіп, ішінен жіп өткізуіңіз керек. Тасқа қол тигізбей тесіп, оған жіп өткізу. Бұл істің шешімін жалғыз жаратушы біледі. Уа жаратушым, бұл істің шешімін өзің нәсіп ете көр. Сол сәтте сарай ішін ақ алтын нұр көмкірді. Ұлық Құдай Сүлейменге екі кішкентай құртты көмекке жіберіпті. Бірінші құрт жақұтқа жақындады. Ол тастың ішіне кіріп, қатты жақұтты кеуліп тесе бастады. Құрт жақұттың бір жағынан кіріп, екінші жағынан шықты. Содан кейін екінші құрт жімішке жіптің ұшын алып, жақұттың тесігіне енді. Ол жіпті соңынан сүйретіп, тастың арғы жағынан алып шықты. Осылайша жақұт тастардың барлығы тесіліп, әрқайсысынан жіп өткізілді. Оларға адамның да, пері мен диюдің да саусағы тиген жоқ. Мына жақұттарды Былқыс патшайымға жеткізіңдер. Бұл менің емес, жаратушының құдіреті. Көзіңіз көрген бұл ғажайыпқа куәміз. Тақсыр. Елшілер жіп өткізілген жақұттарды алып, Саба еліне оралды. Былқыс патшайым жақұттарды көргенде қатты таңғалды. Уа мәртебелі патшайым, жақыттарға адамның да, пері мен диюдің да саусағы тиген жоқ. Біз көрген ғажайыпқа куәміз. Бұл қарапайым адамның ісі емес. Мен жаратушының құдіретіне және Сүлейменнің пайғамбарлығына иман келтірдім. Оның адал жары болуға келсемін. Сүлеймен пайғамбар өзіне көмектескен екі құртқа риза болды. Сендер маған үлкен көмек көрсеттіңдер. Айтыңдар, не тілейсіңдер? Бірінші құрт. Біз адам ұрпағына игілікті қызмет еткіміз келеді. Екінші құрт. Бізге жер бетінен жай беріңіз. Қалауларың болсын. Сүлеймен пайғамбар дұға жасаған сәтте бірінші құрт жібек құртына айналды. Ол тұт ағашының жапырағын қорек етіп, нәзік жібек жібін өндіре бастады. Адамдар сол жіптен таза әрі сәнді киімдер тоқыды. Ал екінші құрт жауын құртқа айналды. Ол қатты топырақты жеп, жерді қопсытып, оның құнарын арттырды. Адамдардың бау-бақшасы жайқалып, мол өнім беретін болды. Адам игілігіне қызмет еткен жауын құртқа тиісуге болмайды деген тыйым содан қалыпты. Осылайша кішкентай ғана екі құрт адамзатқа үлкен игілік сыйлапты. Өйткені жаратушының ешбір жаратылысы пайдасыз емес. Кішкентай жаратылыстың да үлкен пайдасы бар. Алаңызда смартфон экранынан бір сәт алыстап, шынайы достықтың, қызықты ойындардың және табиғат аясындағы ұмытылмас демалыстың қуанышын сезінсін. 10 күндік смартфонсыз лагеріміздің осы маусымдағы соңғы легіне қабылдау басталды. Дәл қазір тіркеліп, 20% жеңілдікке ие болыңыз. Орын саны шектеулі.